Жақшыларны көрлер. На связи Австрия. Бүгін 20 март 2024 жылдың. Австрияда менің екінші төрел жерімде жақсы келді. 15-18 градус жылдар жетіп келді. Көрерменсілерімді панорама берейін. Бұл микрорайонның аты десе Вин Майдлинг. Андай логистический хаб. Көп автобустар, ЖД поездар жанында. Кстати, көрер, бұмда всякие кем үйлің тақтынарға дырандай всякие нелер, магазиндар іштігіліп жат. Мен бойым қачанда наркотик тартпағам, тузаланбағам да, емеге ондай керекті жоқ не. Бүгінгі қысқарта видеода бір 3-4-5 минуттың тұрғына мен қысқарта сілерге жартап айтып берейін. Политический убежище керегінде қанайда ол интервью өтіп тұрған, қанайда доказательстволарды жуур керек. Ол оккупационный Рашада преследовать еткен керегінде. Онойды қанайда қорланып тұрғаны керегінде, қанайда ол преследование реальный, фактический керегінде қуышын. Қысқарта, мен улам улысқа жартамал бербей тұрғам. Онойды политический убежищені қанайда алып тұрғаны керегінде консультациялар база бербей тұрғам. Екіншісі, мен ақша манатла улысты кредитовать етпей тұрғам. Кемге де дөйлігі бербей дедін, онойды эвакуация, ол үшіншісінде кемге едіпей дедісіне. Озоды мен тақып баса бір атап жартап айтып берейін. Бойының өйінде уголовник Айташевла, уголовник Адаринде пулыстар, олар не сұраған болған не, дөмөлті. Мен оларға айтқам, сілер менің ақша сұран бар ұлдар деп не. Не үшін мен сілерге дөйлігі қашанда ақша бербесім деп не. Вот. Ол бейжінші сұрақ не. Онойды қаршыла кеші десе бойының жүрімбе үшін, бойының сөстері үшін қарусына бойы тұрар ұшырды не. Нені айстыран, қанай ермектештіран, қанайда қорланып тұрған, ол емесі екінші, үшінші орын ашыра келіп тұрған өйді телефонлы улам ойнап, ол емесі смс-калар печежіп, ватсапла құшындашарға баса жара бас болар. Меслерге конкретный бір ұшыралды жартап айтып берейін. Туылы Алтайдан бұл жүқта меге бір кіші баштанған болған ады жолын мен айтпай жадырым. Ол кеші десе сұраған орыс стилде пичіп не. Я просто хотела политическое убежище попросить. Ну хорошо, попросите. Но оланды үшінші орындарда анчатала ол Турцияда оланды орындар политубежище бербейдір. Турцияда и так бойының сириецтер, арабтар, всякие разные Ираннан, Ирактан, ол үзе көп сабасы муслим орындардан келген бұлыстарында жуылышылалы қағане. И оларға десе турактар қажысыналы ақша мергетеп бербесіне. Ол баштапқысы не. Екіншісі, мен ол кежі десе қолбуға шығып келерде, мен айттым чоқым не, месілерге ничем не обязан не. Қачан бойырдың бағажарға десе суырыңсар, бойыр бұрылу деп не. Ол кежі мойнаушы баштаған ақша берігер дөйліге ол емезе десе, ол кежі суицид едер деп не. Мен айтадырым, вы сами самостоятельно, вы сами отвечаете за свои дела не. Ол баштапқысы не. Оның десе екіншісі ақшасы жетпей қалар десе, ойты қайра жанаттан деп тапқан не. И оның всякие так называемые женские истерикалар не. Ах, если вы не поможете, ол кіші суицид едетін өлеттен. Бога ради не. Өлқалар не бірғатап жүрім берген екінші күн запасной жүрім жоқ не. Вот ондай керектер болды. Қысқарта, оның улам десе делайте арк выводы не. Орыс тілі айтса не. Қачан сілер ондай жолға шығып жатқандар не. Политический убежище сұрап не. Баштапқызы не. Қачанда WhatsApp, қачанда любойлы мессенджер ажыра құшындашпағар не. Даже жуық подружкаларлы не. Ол емезден үкөрлерлі не. Даже дөрең туғандарға айтпағар не. Кемгеді не. Лучшее средство безопасности – это тишина не. Кемгеді айтпасар ол жақшы болар не. Ол үйгіжім найд айтқан не. Я сказала своей лучшей подружке, мы же рассвет встречали, и я поделилась своими самыми тайными мечтами. Как она влюбилась, там тудым-сюдым. Я говорю, Бога ради не.
Ее только так отслеживают, не, ол үзе смс-каларды емді десе, Путлер, диктатор оккупационный Рашаны бежінші срока президентский отыралды, и ол национальный меньшинстволарды тамла там оной пағасынар болар не, истерне. Оның олам қысарта онды не керектері болар. Жақшы жүрігер, жансы барды мұнайды өредігер.